Сәлем достар, сіздермен Айсұлу, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін бізде тырнақ құрақ. Бұл тырнақ құрақ менің алғаш жасауым. Құрақты негізінде 9-шы сынып кезінде анамның үйреткенімен бастау алған болатын. Ендеше кеттік, жалғастырамыз. Алдымен бізге матамыздан ұзын жолақтар қиып алу керек. Ені 3 см болатын. Жолақтарды біз матаның енінің жағынан аламыз. 2,80 бойынан ұзыннан қиып отырамыз. Арнайы мата болады, ені 2,80 болып келетін. Және де соған флизелинді жабыстырамыз. Флизелин ол арнайы бір жағында желімі бар, бір жағында жоқ матаны айтамыз. Ол бізге қатайту үшін қажет. Сол кезде біздің құрағымыз әдемі тақтайдай болып шығады. Барлық дайындаманы дайындап аламыз, жолақтарды көбірек алып аламыз. Және де осындай шаршы бөз матадан, менің жағдайымда 32-32 өлшемі. Бұл шаршының өлшемі жанындағы тұратын басқа да құраққа байланысты. Менің жағдайымда ол оюдың шаршы өлшемі 30-30. Сондықтан мен 32-32 қылып алдым. Соған дейін толтырғанға шейін мен яғни тырнақ құрағымды тіге беремін. Кейін сол оюдың 30-30 өлшемімен келтіріп дұрыстап аламын. Былғары терісінен, яғни бұл жерде эко былғары, содан шаршылар қиып аламыз. Кішкентай шаршылардан бізге 18-16 дана болса, үлкен бір шаршы аламыз. Ол бізге бір құрақ үшін қажет. Үлкен данамыздың, шаршымыздың өлшемі 6-6, кішкентай 5,5-5,5. Енді осы үлкен дана матамыздың үстіне паутина жабыстырамыз. Паутинаны жабыстыру бойынша осы жерге қалдырамын, сілтеме толып қарап шықсаңыздар болады. Енді жаңағы бөзден қиып алған шаршы матамыздан осылай диагональды қиғаштап бұрыштарын қосып сызамыз. Одан кейін барлық жақтарының орталарын тауып, ол сызықтарды центр арқылы өткізіп сызып шығамыз өзіміз үшін. Және де жаңағы үлкен шаршымызды осылай орналастырып, 4 бұрышын келтіреміз қиғаш сызықтарға. Міндетті түрде келтіреміз, олар келуі керек. Мінекей мына жерде келмей қалды, кішкене, яғни дұрыс тұрған жоқ. Енді төменірек түсіріп көреміз, жанына жылжытамыз. Мінекей осылай, дәл осылай әрбір миллиметрін келтіруге тырысамыз. Одан кейін оны жабыстырамыз. Яғни жаңа біздің паутинамыз екі жақтан да желім болады, осылай жабысып қалады. Енді маталарымызға жіптерімізді орналастырып тігуге кірісеміз. Жаңағы жолағымызды алып бір жағынан бастаймыз. Мінекей барлығы тегіс орналасуы қажет. Лапкамыздың орналасуы да өте маңызды. Яғни оның шеті осылай дәл матаның шетіне келіп тұру керек. Барлық тігісті солай жасасаңыз, сізде түп түзеу болып құрағыңыз шығу қажет. Барлық нәрсе осы тігіске байланысты. Закрепка жасамауларыңызға да болады. Мен бірақ жасаймын. Ашып алып, енді осының үстіне орналастырамыз тағы да жолағымызды. Мен артығымен қидым, көрдіңіздер ғой, бірақ ол жерден емес, сіздер астындағы тұрған матамен түзейсіздер. Яғни біздің орналасқан жаңағы былғарыдан орналасқан шаршымызбен түзей отырамыз. Лапкамызды да келтіреміз шетіне. Үстіндегі сіздердің қиған маталарыңызға қарамаңыздар. Төмендегі шаршы матаға қараймыз. Қиған матада сіздер қисық қиып жүрулеріңіз мүмкін, сіздер сондықтан да оған қарамаймыз. Мінекей тағы да төмендегі шаршы бойынша орналастырып жатырмын. Түзеулетіп.
мінекей осылай төрт бұрышын жақсылап шығарып аламыз. Біздің астындағы алтын квадратымыз әдемі болып көріну керек. Енді бағанағы шаршыларымыз, кішкентай шаршыларымыз 5-те-5. Оларды осылай мен екіге бөліп шықтым. Үшбұрыш ретінде. Сонда біз үнемдейміз, әрі жұқарақ болып көрінеді құрғақтарымыз. Енді осы үшбұрыштарымыздың ұштарын қарама қарсы тұрған бұрышқа нақ қылып келтіреміз, яғни тұспа-тұс қылып, және де мына бұрыш, міне көрсетіп тұрған сол жерге 1-2 мм ғана матамыз кіріп тұру қажет, және бұрышын келтіреміз. Және де жан жағындағы сызықтарға параллельно тұру керек жақтары. Енді сол ұстап тұрамызда 1-2 мм ғана шетінен кіре отыра тігіп шығамыз. Жаңағы біздің ұстап тұрған бұрышымызды қиып өту қажет. Өзіміз қолмен ұстап көрсек сезіледі. Басында сіздерге қиын болып көрінуі мүмкін, бірақ көп практика арқылы үйреніп кетесіздер. Мінекей мен 1-2 мм емес, көріп тұрғандарыңыздай кішкене 3 мм-ге кіріп кетіппін. Ол міндетті түрде қате болып есептеледі. 1-2 мм-ге кіруді, барлығын бірдей қылып тігуді үйреніңіздер. Сол кезде үшбұрыштарыңыз барлық жерде біркелкі болып шығады өлшемдері. Қарап аламыз, бұрыштарын келтіреміз міндетті түрде. Және де шет жағынан 1-2 мм ғана кіріп тұратын қыламыз. Сол жердегі орналасып тұрған бұрышқа. Камераның тұруына байланысты кішкене қисық кетіп жатыр менде. Сіздерге барынша көрсетуге тырысып, жақынырақ орналастырған болатынмын. Енді мына жерде де міне. Жібімізді үзбей осылай тіге береміз. Мінекей осындай бұрыштар шығу қажет, төрт бұрышты болып. Енді соның үстіне жаңағы әдіспен тігеміз. Бұл жерде енді біз астындағы жаңағы шаршы матамыздың көрінген жермен, сол жермен түзейміз. Сол жерге қойып алса, қалған жолақтар өздері параллельді әдіс арқылы орналаса қалады. Мінекей көріп тұрсыздар, бұрыштары барлығы қиылысқан кезде 90 градус жасау керек. Мінекей осы жерде де біз астындағы орналасқан жолағымызға қараймыз. Дүзеу орналасқан. Сонда жаңағы қиған жеріміздің артықтау болып қидық қой, сол қалдық қалып қояды. Лапкамызды міндетті түрде шетінен ұстап отырамыз, келтіріп матаның. Мінекей сол кезде бізде барлығы дүзеу шығу қажет. Тағы да үстіңгі жоғарғы жағынан емес, біз астындағы жаңағы орналасқан басында орналастырып кеткен жолағымызға қараймыз. Немесе міне осы төмендегі сызық тұр ғой, ортасына орналастырған, соған параллельно келтіреміз. Мінекей. Дәл осындай реттікпен ары қарай жалғастыра береміз.
Үшбұрышты тігуді тағы да бір көрсетіп жіберейін. Мінекей қараңыздар. Бұрышын келтіру үшін міне осы жерден ұшын анықтап қарап аламыз. Осылай сыртынан ішіне кіргізу арқылы көріп аламыз. Мінекей бұрышы көрініп тұр. Сол жерден тек қана 1-2 мм-ге ғана асып тұру керек үшбұрыш. Одан кейін үшбұрыштың ұшы бағыты оған қарама-қарсы үшбұрыштардың ұшына сәйкес келуі керек. Осылай лапкамызды көтермей тігіспен алып келіп, үшбұрыштан 2 мм ғана жиегінен жүріп өтеміз. Яғни мына бұрышты қиып өту керек. Мінекей көрсетіп тұрған бұрышты. Барлық үшбұрышымызды дәл осындай өлшеммен жасасаңыздар, үшбұрыштарыңыз сіздердің бірдей болуы тиіс. Соңында болғасын жан-жағын барлығын тігістеп бекітіп аламыз. Жіптерін артық қиямыз. Мінекей осындай тырнақ құрақ бізде пайда болды. Әрі қарай сіздерге барлық құрақ көрпені жинаған видеомды ұсынамын. Осы жерде подсказкаға қалдырамын. Менің каналыма жазылып отырыңыздар. Тек қана құрақ емес, тек қана тігін емес, үй жұмысына байланысты, үй шаруасына байланысты барлық өзімнің білген лайфхактарыммен бөлісіп отырамын. Пікір қалдырып лайк басып кетіңіздер. Ұнаса, сау саламатта болыңыздар.